Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз өте керемет әрі тез оңай асты сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Бізге керекті заттар сәбіз, ет, пияз керек болады. Алдын ала ұсақтап бәрін турап алдым. Майымызды қыздырып, етімізді қуырып алатын боламыз. Мендегі ет, тұздалған ет. Артынан пияз салатын боламыз. Пиязымызды да жақсылап қуырып аламыз. Сәбіз салдым. Көкбұрыш салатын боламыз. Су құятын боламыз. Өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді араластырсаңыздар болады. Укроп салдым. Қақпағын жауып 30 минутқа газдың астын төмендетіп қоятын боламыз. Күрішімізді сұйық майға араластырып қуырып аламыз. Кішкене тұз салатын боламыз. Тұз салып 1-2 айландырып су құятын боламыз. Күрішімізді 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей бізде асымыз дайын болды. Егер сіздерге ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.